Сәлем достар, сіздермен бүгін пицца дайындайтын боламыз. Бұл осы күнге дейін дайындаған менің пиццаларым ішіндегі ең үздік рецепт. Сондықтан видеоны соңына дейін көріңіздер, жасаңыздар және де каналға тіркеліп кетіңіздер. Себебі менің видеомда әлі де талай видеолар шығатын болады. Ең алдымен ашыған қамырымызды дайындап аламыз. Ол үшін жылы судың үстіне 3 қасық қантымызды салып, және жарты қасық тұзымызды қосып, жақсылап араластырамыз. Содан соң үстіне ерітілген сары май мен сұйық майды қосып, тағы да араластырамыз. Дрожжымыз салып, оны да ертіп аламыз, жақсылап араластырып. Сосын еліктен ұнымызды өткізіп, қамыр болғанша илейміз, сосын бетін жауып, 10-15 минутқа қойып қоямыз. Әрине жылы температурада болуы қажет. Енді көтерілгеннен кейін қамырымызды 2 не 3 бөлікке бөліп аламыз, себебі пиццаңыздың қандай табада әрі жасайтыныңызға қарай. Енді пісіретін табамызды майлап аламыз. Содан соң бір бөлігін алып, қамырымыздың жайып шығамыз. Оқтаумен не қолмен жайсаңыздар болады. Мен қолмен жайдым. Енді шанышқымен басып шығамын үстін. Содан соң кетчуп пен майонезді араластырып, үстіне біркелкі етіп жағып шығамыз. Пиццаға мен қызанақ, бұрыш және де аскөк қосатын боламын. Барлығы өз қалауыңызша кез келген затты қоссаңыздар болады. Осы кезде пешіңізді қыздырып қойыңыз. Қызып тұрған пеште 180 градуста 35-40 минут пісіреміз. Содан соң мен ірімшікті теркадан өткізіп аламын. Ал ірімшікті пісуіне 5 минут қалған кезде пештен шығарып, барып сеуіп шығамын. Одан кейін барып, тағы да пешке 5 минутқа салып қоямын. Сол кезде сіздің ірімшігіңіз созылмалы болып, күшті болып шығады. Мінекей, дайын болды бізде. Енді дәмін көретін боламыз. Дәмі өте дәмді, керемет. Жасап көріңіздер. Өкінбейсіздер, ең керемет. Егер басқа рецепттермен жасасаңыз, қамырыңыз қатты болып қалатын болса, онда дәл сізге арналған рецепт осы. Сондықтан да видеоны соңына дейін көргендеріңіз үшін рахмет. Және де лайк басып, каналға тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған меруерт, қош сау болыңыздар.